Баршаңызға менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бауырдан канапе жасайтын боламыз. Дәмі өте дәмді, кез келген дастарханға ұялмай қоятын тағамдардың бірі. Жасап көріңіздер, соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Алдымен пиязды, сәбізді, чеснокты турап аламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Менің каналымда түрлі тағамдардың рецептілері бар, және алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Барлығын турап алып блендерге саламыз, және алдын ала туралған бауырды да салып, барлығын блендерде езіп аламыз. Үстіне сүт, жұмыртқа және ұнымызды саламыз. Дәміне қарай тұзы мен бұрышын салып, сұйық майды құйып, тағы да блендерде барлығы бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Противенге пергамент қағазын төсеп, осы массамызды құямыз. Осы массаны мен екі бөлікке бөліп пісіретін боламын. Массамызды жайып шығамыз, қалыңдығы 5 мм болады. Қызып тұрған 200 градус пеште 10 минут пісіріп алатын боламыз. Енді сиропын дайындаймыз. Сұйық майға тұз, қара бұрыш, паприка салып араластырамыз. Кабачогымызды осылай видеода көрсетілгендей етіп барлығын кесіп алыңыздар. Сиропымызды кабачогымыздың екі бетіне айналдырып жағып шығамыз. Барлығына жағып аламыз. Қызып тұрған 180 градус пеште 15 минут пісіріп алатын боламыз. Начинкасын дайындайтын боламыз. Творожный сырға чеснокты престен өткізіп саласыздар. Егер сіздер чеснокты қаламасаңыздар, қоспасаңыздар болады. Укроп, майонезді салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Бауырымыз пісіп дайын болды. Мен осылай стаканның көмегімен дөңгелек пішін шығарып алатын боламын. Барлық бауырларымызды осылай етіп жасап шығамыз. Осылай етіп жасап алғаннан кейін канапемізді жинап бастаймыз. Мен 5 қатар қылып жасайтын боламын. Бауырды қоямыз, оның үстіне творожный сыр, тағы да бауыр, творожный сырымызды қоямыз, оның үстіне кабачогымызды қоямыз. Бауырға осылай творожный сырымызды жағып алып, кабачогымыздың үстіне төңкереміз. Оның үстіне творожный сырды салып, тағы да бауыр қоямыз. Осылай етіп барлығын жасап шығатын боламыз. Және өздеріңіздің қалауыңызша сәндеп шықсаңыздар болады. Мен осылай етіп сәндеп алдым. Қараңыздар, өте әдемі шықты. Барлығын осылай етіп жасап аласыздар. Осылай барлығын жасап аламыз. Мінекей қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Кез келген дастарханның сәнін ашады. Дәмі керемет, сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Канапенің рецептісін видеоның астында описание бөлімінде қалдыратын боламын. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Салима.